қайырлы таң. Менің екінші күндік влогыма қош келдіңіздер. Мен ұйқымнан тұрып, енді шай ішейін деп жатырмын. Одан кейін сабаққа кеттік. Олда әзекіміз асханаға жатырмыз. Здравствуйте, апай. Треугольник ба? Треугольник бересіз. Одан кейін ағылшынға кетемін. Жазылмай қалған үй жұмыстарын аяқтап, шай ішіп, өзі бір шығамын. Екінші күн. Мен остановкаға келдім, ағылшынға шығып баратым. Бүгінгі мектепте күн ұйқылы күн болды ма, білмеймін. Бәріміздің ұйқымыз келіп, әрең жүрдік. Мен ағылшыннан үйге келдім. Қазір дейін сабақ оқиын деп жатып. Себебі бізге дейін көптеген конспекттар, лекциялар және де зертханалық жұмыс жазуға берді. Бүгінгі зертханалық жұмыс жасағанды ұмытып қалмастан бұрын, бүгін зертханалық жұмыста болған нәрсені ұмытып қалмастан бұрын мен сразу дәптерге жазып алмасам, автоқазыр ұмытып қаламын. Одан кейін ағылшын оқимын. Ал бүгін күн білмеймін, өте қызық өтті, себебі сабақта бәріміздің ұйқымыз келіп, настроение ондай қатты көп болған жоқ. Бәріміз сондай болып отырдық. Бізден мен кеше сағат 1-лерде жаттым, бірақ бұрын 1-де жатқанда мен сағат 6:30-дарда нормально тұратын едім. Бүгін де жақсы тұрдым, бірақ сабақтың үстіне ұйқым келіп әрең отырдым. Білмеймін, басым ауырып тұрды. Жан күттім, еш жан тұр. Мен деген осы 2 сабақты аяқтадым. Географиядан домашний работа кесте болды, но мына кестенің мынаусына не жазарымды білмей жатырмын. 2 сөйлем жазу керек. Барымша осылайына хайлайтермен әдеміледім. До этого хайлайтердің түсі мынандай болды. Ол бітіп қалды. Қазір мынамен қолданамын. Мына түс что-то ұнамайды маған.
ана сарының басы, неоновый түстің басы мындай қап-қара болып қалды. Жазылғанда да не очень дұрыс жазылмайды. Вот. Сосын алгебрадан да осылайынан әйтеуір былай әдемілеп жүрдім. Бүгіннен бастап мына түспен әдемілеп жатырмын. И домашняя работа, и все. Мен деген осымен екінші күнді де аяқтайын деп жатырмын. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы күннің влогтарын күтіңіздер. Бәріңе пока!